Жұмыс орнында әйелдер мен ерлер 7:30-да болуы керек. Олар жарты сағат бойы әнұран айтып, көшбасшыларды мадақтауды тыңдайды. Мектеп оқушылары да әнұран тыңдап жаттығу жасайды. Ресми түрде Солтүстік Кореяда жұмыс күні сағат 5-те аяқталады. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін де жұмысшылар саяси тақырыпта лекциялар тыңдайды. Айтпақшы, Солтүстік Кореяда тек жексенбі күні демалады. Және мерекелік күн деп тек көшбасшылардың туған күндері ғана тойланады. Солтүстік Кореяның қазіргі тұрғындары соғыстан кейінгі Кеңес одағынан ерекшеленбейді. Кез келген қадам бақылауда, кез келген жағымсыз әрекет қатаң жазаланады. Билік әскери қуатты күшейтумен айналысса, қарапайым халық аман қалу үшін күресуде. Қарапайым халық